Жалпы соңғы кездері осындай Шымкенттің, қателеспесем, қала әкімінің орынбасары имамдардан сұрады, жалпы балаларды мешітке жұма намазға жібермеуді айтыңыздаршы деп. Жалпы осындай тенденция қалыптастырғанын байқаймыз да. Жалпы оқу ағарту министрлігі балаларды ағарту емес, қарайтуға жұмыс істеп жатқан жоқ па? Неге осындай жағдайлар көбейіп кетті? Әрине, жалпы негізгі оқу ағарту министрлігінің басты мақсаты біздің балаларымызға сапалы білім мен саналы тәрбие беру туралы мен үнемі айтып жүрмін. Сондықтан да барлық жұмыс тиісінше біздің балаларымыздың осы бағыттағы жаңағы мәселені шешудегі іс-шараларды біз қабылдап жатырмыз. Ал енді жекелеген өңірлерде жекелеген кейбір мәселелер, ол жаңағы бүкіл оқу ағарту саласындағы балаларды қарайтуға бағытталып жатыр деп айтуға болмайды. Біз кез келген мәселені локальды түрде шыққан жерінде анықтап, бұл бағытта тиісті жұмыстар жүргізіп отырмыз. Қазір өзіңіз білесіз, біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданды. 1 қыркүйектен бастап балалардың бүкіл жаңағы тұлға болып қалыптасуына бағытталған үлкен іс-шаралар қазір ұйымдастырылып жатыр. Сондықтан бұл жерде тиісінше балалардың бүгінгі күні сапалы білім алуына барлық жағдай жасап жатырмыз деп